Quebec TV. Бүгін біз кезекті видеоролигімізді бастаймыз. Бұл видеороликта мен сіздерге артында отырған түнде өзі қосылып, таңертең өзі өшірілетін, далаға қоятын светильникті жасап көрсетемін. Олай болса біз бастаймыз. Видео қараңыздар. Мынау қазір өшіп тұр. Егер осыны түнге қойсақ осы жерде. Установлено время 18 тысяч. Көрдіңіздер ме? Өзі өшіп, өзі қосылды. Енді таңға қойсақ қайттан. Установлено время 1000. Міне өзі өшті. Олай болса біз бастаймыз. Алдына керек заттарды алып болған. Бізге пупырный ступеньки, пупырный блок. Қалаған болып ступеньки алуға барды, бірақ осы әдемірек. Липкий поршень, блок красного камня, лампа және де датчик дневного света. Так, олай болса, міне. Бірінші осылай. Осылай. Және осылай аламыз да 4 жасаймыз және ортасынан 1, 2, 3, 4, 5 болып жүргіземіз. Және қайтадан осылай төмен қаратып қоямыз бәрін шетжақтарына. Одан кейін ортынан аламыз да осы жерге блок красного камня қоямыз. Так, және де мұнда лампа. Мұнда біреу, екеу көтеріңіз да үстіп аламыз да осы жаққа липкий поршеньді қоямыз. Бұдан кейін оны қайтадан ступенькімен жабамыз бұл липкий поршеньді. Және де соңғы зат. Бұл датчик дневного света. Қойып қаламыз. Ішіне бір ескесі. Міне размер үлкен болып кетті. Бірақ онда тұрған ештеңе жоқ. Міне, енді сіздер көрсетейін. Міне, примерно түнге қойық. Установлено время 18 тысяч. Егерде жанды. Бұл светильниктердің пайдасы өте зор. Егер түнде қала салсаңыз, факелдар әдеп болмаса, осы светильниктерді қоя аласыздар. Оның үстінде факел күні бойы жанып тұрады, мынау өзі өшіріліп, өзі қосылады. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер. Игрок Езамир присоединился к игре. Ойбай, менің үнім азамат ойынға кіріпті. Олай болса, егер видеоға ұнаған болса, лайк басыңыздар, қайта басып. Одан кейін каналға қайтадан жазыңыздар. Олай болса, сау болыңыздар. Игрок Милоралиптив присоединился к игре. Достарым бәрі қосылып жатыр.